Баршаңызға сәлем қыз-келіншектер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі, сочный болып шығатын, өте дәмді, бір жасағаннан ұқсап шығатын пирожкилер дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Бізге керекті ингредиенттер: аштығы, тұз, қант, сұйық май, 1 пиала су және 1 пиала сүт. Ең алдымен ыдысымызға су мен сүтімізді құйып алып, қантымызды, дрожжымызды және тұзымызды салып ерітіп аламыз. Соңынан сұйық майымызды құйып, ұнымызды електен өткізе отырып, жұмсақ қамыр елеп алатын боламыз. Қамырымызды елеп болған соң, бетіне кішігірім ғана май құйып, көтерілуге жібереміз. Дайын болады дегенше біз начинкасына кірісеміз. Мен начинканы капустамен жасаймын. Сіздер кез келген начинкамен істесеңдер болады. Егер дәл осы начинканы жасайтын болсаңыздар, тағы да бір айта кетерлік жайт, ол капустаны тұзбен езіп алуларыңыз қажет. Өйткені суынан ажыратып аласыздар. Яғни олай жасамайтын болсаңыздар, начинкаларыңыз керегінен тыс сулы, яғни керегінен тыс сочный болып кетеді. Пирожкилеріңіз дұрыс түйілмей қалуы мүмкін. Сондықтан суынан ажыратып алғандарыңыз дұрыс. Сосын осылай жеңіл ғана бірінен кейін бірін салып қуырып алатын боламыз. Қатты қызартып қуырып шарт емес. Сосын томатный пастамызды, приправаларымызды, тұзымызды салып қуырып аламыз. Мен мына жерде кішігірім зелень қостым, ол міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Неге біздің өте дәмді начинкамыз дайын. Бұл арада біздің қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді домалақтап пирожкилерімізді түйуге кірісетін боламыз. Домалақтап алған соңда 5-10 минут тындырып алатын боламыз. Сосын шетінен алып, біртіндеп түйіп шығамыз. Мен түйіп жатып бірден пісіремін. Сіздер бәрін бірден түйіп алып, сосын пісірсеңіздер болады. Ол да өз қалауларыңыз. Начинкамызды салып түйеміз. Жаңа айтқанымдай, капустаны егер суынан ажыратпайтын болсаңыздар, осылай түйілетін кезде өте қиын болады, сочный болып кетеді. Сондықтан міндетті түрде қуыратын кезде капустаны суынан ажыратып алыңыздар. Қолмен сығып, жақсылап тұзмен езіп алуларыңыз қажет. Сосын ортадан қатты отта екі жағын қызартып қуырып алатын боламыз. Неге бізде осындай бір тегіс әдемі пирожкилер пісіп шығатын болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өздеріңізге ұнайды деген сенімдемін. Осы пирожкилер өте дәмді болып шығады. Әсіресе дәл осы начинкамен жасап көріңіздер деп айтқым келеді. Өте дәмі күшті үйлеседі. Соуспен бірге дастарханға ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!